тәуелсіздігімізге ерекше үлес қосқан, қазақты қазақ қылған желтоқсан көтерілісі. Сол желтоқсан көтерілісіне де 35 жыл болып отыр. Міне бүгін Евразия ұлттық университетінде Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі республикалық үлкен ғылыми конференция өткізіп отыр. Баяндамашылардың барлығы да сол желтоқсан көтерілісіне қатысқан ардагерлер. Желтоқсан көтерілісінің тарихи маңызы, оның жастарға беретін бүгінгі патриоттық тәрбиесі, осы жөнінде мәселе. Сондай-ақ желтоқсан қозғалысының бүгінгі істеп отырған ісі жөнінде әңгіме көтерілді. Жастардың көрсеткен ерліктерін насихаттау бағытында, елге тарату бағытында, таныстыру бағытында, өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру негізінде жасалып отырған іс-шара. Соның пісім-рәсіміне бүгін басталды. Евразия ұлттық университетінде Қазақстанның жер-жерлерінен келген желтоқсан ұйымдарының төрағалары, облыс филиалдың төрағалары келіп отыр. Сонымен қатар алыстан Аламания, Германия елінен келген желтоқсандық қонағымыз да бар. Бұны халықаралық деп айтуға да болады.